Ақша демекші, Қазақстан футболшылары ақша үшін қарсыластарынан әдейі жеңілетін көрінеді. Мұндай сұмдықты бүгін жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аса маңызды істер жөніндегі уәкілі айтты. Еліміздің кәсіби спорт саласына қызметтік сараптама жүргізген құзырлы орган бірнеше матчта осындай жағдай болған айтады. Ал халықаралық спорт радар компаниясы 2022 жылы Қазақстанды ұйымдасқан ойындар өткізуден әлем елдері арасында алдыңғы ондыққа енгізген. Мәжіліс депутаттары бүгін кәсіби спорттағы жемқорлық тақырыбында дөңгелек үстел өткізіп, біраз дүниені жайып салды. Жиыннан Дамир Берікұлының бейнематериалы. Қазақстан соңғы 5 жылда кәсіби спортқа 1,4 триллион теңге бөліпті. Ал 2024-2026 жылдар аралығына тағы 1,3 триллион теңге қарастырылған. Ал бұл спорттағы жетістіктері біздікінен әлдеқайда жоғары елдердің бюджетінен едәуір көп. Біздің ұлттық құрамаларға қыруар қаржы беріліп жатса да, нәтиже шамалы. Тіпті кей жарыстардан құр алақан қайтқан кездерде болған. Триллионы государственных средств. Кәсіби клубтарға бөлінген триллиондаған мемлекет қаражаты тиімсіз жұмсалып жатыр. Одан қалды олар бүгінгі күнмен ғана өмір сүреді. Мәселен, біздегі ең қымбат саналатын Астана футбол клубының жеке футбол академиясы мен өзіне қажетті инфрақұрылымы жоқ. Ал оларға соңғы 5 жылда 50 миллиард теңге бөлінді. Одан қалды спорт клубтары сырттан келген спортшыларға ақшаны үйіп төгеді. Соңғы жылдары елімізге 100-ден астам легионер келген, бірақ салаға сараптама жүргізген құзырлы орган олардың тиімділігі жоқ деп отыр. Үлде мен бүлдеге оранған шетелдік спортшылар байрақты бәсекелерде барын салмай және көп ұзамай еліне қайтады дейді. Кәсіби спортта спортшыларды халықаралық жарыстарға іріктеуде де ашықтық жоқ. Ал осыдан 4 жыл бұрын басталған саланы цифрландыру жүйесі әлі күнге дейін іске қосылмаған. Яғни министрліктің қолында спортшылар мен жаттықтырушылар жайлы нақты ақпарат жоқ деген сөз. Салдарынан көз қыстып, бармақ басты әрекеттер жасалып жатыр. Ал туризм және спорт министрлігінің өкілі мұның бәрімен күресіп жатырмыз дейді. Айтуынша, енді Қазақстанда азаматтығы жоқ легионерлерге бюджеттен бір тиын да төленбейді. Самұрық қазына қоры арқылы қыруар қаржы алып отырған 4 клубқа келетін болсақ, біз олар бойынша да шара қолдануға көштік. Мәселен, жақында ғана Барыс хоккей клубының директоры төмен нәтиже көрсеткен үшін жұмысынан кетті. Сондай-ақ Астана велоклубын қытайлық инвесторларға беру жоспарда бар. Осы арқылы бюджетке түсетін жүктемені азайтамыз. Легионерлерді азайту бойынша да жұмыс жүріп жатыр. Спортшылар ғана емес, бізде жаттықтырушылардың да кейбірі сырттан келгендер. Олардың елдің құрметтемейтін және жаны ашымайтын аратара көріп қаламыз деп депутаттар кәсіби спорттың басшылығында жүргендерді сынға алды. Солардың бірі футболдан ұлттық құраманың бас бапкері Станислав Черчесовтың кешегі әрекеті. Журналисті келемеждеген оған айыппұл салынды дейді Қазақстан футбол федерациясының президенті. Дамир Берікұлы, Қанат Абилдин, Хабар.